Қайырлы уақыт, құрметті ұстаздар. Бүгін бағалаудың бірнеше түрін және оларды қай уақытта қалай қолданамыз, көрнекілігімізді қалай жасаймыз, сол туралы ақпарат беретін боламын. Бағалаудың әртүрлі болуы бұл оқушылар үшін қызықты. Бағалауға қолданылған заттарыңызды, көрнекіліктеріңізді жалпы сабақтың өн бойында қолдана беруге де болады. Бағалаудың бірінші түрі бұл теңгемен бағалау. Бастауыш сыныпта 2-3 сынып аралығында Қазақстанның төл теңгесі валютаны өтеміз. Қағаз түрінде және тиындар түрінде өтетін болғандықтан осы теңгемен бағалауды қолдансаңыздар болады. 10.000 теңгені 10 балл, 5.000 теңгені 5 балл, 2.000 теңгені 2 балл, 1000 теңгені 1 балл ретінде алып, балаларға қызықтыру үшін қолдансаңыз жақсы әдіс деп ойлаймын. Ал одан кейінгі әдіс бәйге әдісі арқылы бағалау. Мұнда оқушыларыңыздың саны қанша, соған байланысты бәйге аттарын жасайсыз. А3 параққа әрбір оқушының тұсына бәйге аттарын жапсырасыз. Ол ат жылжи алатындай мүмкіндікте болу керек. Әрбір дұрыс жауап берген үшін ат бір қадам алға жылжиды. Сабақтың соңында кімнің аты бірінші финишқа жетті, яғни сол оқушы көп балл жинаған, көп өзіне ұпай жинаған оқушы болып саналады. Сөйтіп ол өзіне жақсы бағалауға мүмкіндігін арттырады. Бұл бағалау әдісі оқушылардың арасында конкуренцияны жақсы дамытады. Одан кейін домбыра арқылы бағалау биылғы жыл ұлттық құндылықтарға негізделгендіктен оқу жылы. Бұл өте жақсы әдіс деп санаймын. Қазақ тілі мен әдебиеттік оқуда домбыраға, жалпы қазақ ұлтының мәдениетіне деген тақырыптар өте көп кездеседі. Соған пайдалансаңыз өте жақсы. Домбыраның шанағына 1-ден 10-ға дейінгі балдар жазылады. Оны жылжытып отыратын арнайы қағаз болады. Соны жылжыту арқылы 1-ден 10 балға дейін оқушының жинауға мүмкіндігі бар. Және де одан кейінгі қолданылатын әдісіміз бұл дорба әдісі. Дорба әдісін кез келген пәнде қолдана аласыз. Дорбаның сыртын қазақша орнаменттерді салу арқылы ою салғызсаңыз болады. Болмаса осы дорбаның ішіне не тиын, не асықтарды салып отыру арқылы оқушыларды бағаласаңыз болады. Әрбір асықтың бетіне дескрипторды жазу арқылы, болмаса тиынның екінші бетіне дескрипторда берілген балдарды жазу арқылы бұл топтық жұмыстарға өте жақсы деп ойлаймын. Солай пайдалансаңыздар болады. Пайдалы ақпарат болса, лайк басыңыздар.